Ал бастаймыз. Қайырлы кеш, құрметті студенттер. Бүгінгі біздің дөңгелек үстелге қош келдіңіздер. Біздің бүгінгі дөңгелек үстелдің тақырыбы тәуелсіздіктің 7 қыры парасатты шешім болып табылады. Осы тұста бүгінгі дөңгелек үстелдің модераторлары мен Махашев Бағжан және Уалихан Бекжан. Ендеше достар, жалпы Бекжан айтады. Бүгінгі дөңгелек үстеліміздің басқасында Қуанбаева Жанар апай болады. Және топтарымыз 117-28 және 17-01-39. Ендеше достар, 17-01-39. Жарайды. Ары қарай бірінші сұрағымыздан бастай берейік. Бекжан. Парасат дегеніміз не? Осы тұрғыда жауап беретін студентіміз болса, жауап бере берсін. Парасат дегеніміз не? Жауап берсем бола ма? Өзімді айтып. Жалпы парасат деп адамның жеке қасиеті мен ой, ақылын, кемелдігін көрсететін дүниені айтамыз. Негізі парасатпен бізде көп жағдайда адамның ақылын, іс-әрекетін, саналығын көрсететін сөздермен алмастырып айтамыз. Керемет. Тағы кім жауап береді? Кімнің қандай ойы бар? Төлен Әбдіктің бізде парасат майданы дейтін шығармасы бар. Сол шығармасында парасат майданы деп, яғни адамның бойындағы қасиеттердің оның алған білімімен ұштасуын нағыз парасат дейді. Яғни тек қана алынған білім, тәрбиесіз білім немесе адамның жүрегіндегі жылы сезімдерсіз болған білім ол парасаттылыққа келмейді дейді. Нағыз парасатты адам жүрегін де ақылын да қоса басқарып, осы екеуінің басын қосқан адамды біз парасатты адам десек болады екен. Ой, рахмет. Тағы айтса бола ма? Ендеше парасат жайлы. Айтыңыз. Парасат деген негізінен жеке тұлғаның қадір қасиетін, кісілік кемелдігін білдіретін жиынтық ұғым. Негізінен әдетте бұл сөзді, бұл тілдерімізде ақыл, пайым сөздерімен қосарлана қос сөз жасай. Ақыл, парасат, пайым түрінде де айтылады. Көбіне бізде бұл жастардан гөрі бір көбіне он-соң ажыратып, бір ақыл тоқтатқан саха жастағы немесе бір үлкен адамдарға қатысты қолданылады. Ал жеке тұлғада негізінен бұл интеллектуалдық және мінез құлық жағынан толысып, жетілгендігін, жоғарғы мәдениеттігін көрсететін ұғымды айтсақ болады. Керемет. Ой, рахмет. Парасат жайлы жалпы түсінікті болған шығар. Ендігі келесі сұрағымыз, жалпы шешім дегеніміз не? Кім оны қалай түсінеді? Шешімнің анықтамасы қандай екен? Екінші курстар айтамыз ба? Кім қалай түсінеді шешім дегенді жалпы? Мен жауап беріп өте кетсем. Шешім дегеніміз, менің ойымша, яғни белгілі бір түйіннің, белгілі бір мәселенің, яғни бір проблемалардың шешілуі, яғни өзіндік бір нақты дұрыс жауабының табылуы десек те болады. Бұл менің ойымша шешім болып есептелінеді. Рахмет. Тағы да кім жауап береді? Отсақ болады, қылмаңыздар. Жауап беріп. Келесі тағы бар ма жауап береді? Еркін жауап бере береді. Шешім дегеніміз бұл оңай қабылдана салатын дүние емес. Жауап бере берсін. Янар айта бер. Шешім дегеніміз оңай қабылдана салатын дүние емес. Шешім қабылдағанда немесе бұл шешім дегеніміз өз айтып тұрғандай белгілі бір түйткілді мәселенің түйінін тарқату. Негізінен дұрыс шешімді қабылдай алу бүтін бір елдің өткенін қаузайды, болашағының жарқын болуына кепілдік бере алады. Сондықтан бұл шешім дейтін ұғымды қарастырған кезде біз
бүкіл адамзаттың өміріне байланысты шешімдерді де, сондай-ақ тіпті титтей шешімдерді де қарастыра аламыз. Қандай шешім болмасын, оның дұрыс шешілуі, жалпы қабырғасымен кеңесіп, адамзаттың пайдасына болған шешімдер, бұл әрине сөзсіз ең керемет шешімдер деп ойлаймын. Анар, осы тұста сізге сұрақ қоя кетейін. Өміріңіздегі қабылдаған ең үлкен шешіміңіз қандай? Өмірімдегі ең үлкен қабылданған шешім бұл осы Шымкент қаласына Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетіне түсу туралы шешім болды. Мен ол кезде басқа университеттен құжаттарымды алып, мүлдем тәуекел еттім осы университетке түсуге. Яғни менің алдымда екі жол болды. Бұл университетке түсе алмауым мүмкін еді, біріншіден, және де алдыңғы универімнен айырылып қалу менде қаупі болды. Бірақ соған қарамастан осындай үлкен шешім қабылдап, Шымкентке келіп, осы универге түстім. Және соным үшін ешқашан өкінбеймін. Ой, бәрекелді, көп рахмет. Жалпы енді әр адам өзінің өмірінде белгілі бір уақыттарда, белгілі бір тығырыққа тірелген кезде үлкен шешімдерді жасауға мәжбүр болады, солай ма? Жалпы біздің елімізде тәуелсіздік алғаннан кейін, тәуелсіздік алудың өзі үлкен шешім болды. Ол да оңай дүние емес. Осы енді парасаттың не екенін білдік, шешімнің не екенін білдік. Енді жалпы парасатты шешімнің не екенін білу үшін келесі видеороликке қарайық. Жансая? Қазір демонстрация қосып жіберсін. Екі ядролық жарылыс сыналатынын, сынақтар бейбіт мақсатта өткізілетіндігі хабарланды. Ал адамдар үйде болмауды, көшеге шығып, жамылғы орануды айтпаса да түсінетін. 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Взрыв. Қырық жылға созылған сынақ, 752 жарылыс. Байқоңыр ғарыш айлағы да салынды. Ол бастапқыда ғарыш айлағы ретінде емес, құрлық аралық баллистикалық зымырандарды ұшыру алаңы ретінде жоспарланған болатын. Сынақ алаңы 18.000 шаршы шақырымнан астам жерді алып жатыр. Павлодар, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облысы 89 жылдың ақпан айы. Мыңдаған адам белгілі ақын Олжас Сүлейменовтің Семей сынақ алаңын жабу туралы үндеуін тыңдау үшін жазушылар одағы ғимаратының алдына жиналды. Кейін бұл үндеуге қол қойғандардың саны 2 миллионға жетті. Әскери аэродромға тарамауы тиіс еді. Бізге әрбір осындай сынақтардан соң қалдықтар тасталатыны белгілі болды. Осындай жағдайдан соң бізде қарсылық басталды. Назарбаев дер кезінде шешім қабылдайтын. Қазақ даласындағы ауыр сынақтарды тоқтататын уақыт жеткенін білді. Это было большое решение. Бұл үлкен таңдау болатын. Халық мұның не екенін білмеді. Халық зардабын, ауыртпашылығын ғана білді. Мен сынақ алаңын жабу туралы шешімді қабылдадым. Осылайша ядролық қарудан құтылдық. Әлем бүгінге дейін бізді қарусыздану үлгісін көрсеткен ел ретінде таниды. Қарудың әрі қарай таралуын болдырмау еді біздің мақсат. Біз Солтүстік Корея сияқты мемлекетке айналып кетер медік. Ядролық бомбаның мемлекетті сақтауда ештеңеге кепіл бола алмайтынын білдім. Себебі әлемде қазір 7000 бомба бар. Әрбір ракетаға соның 2-3-ін жіберсе, нысандағы аймақ жер бетінен жойылып кетеді. Сынақ алаңын жапқан Қазақстан ядролық қарудан бас тарта отырып, адамзат баласына өлшеусіз бақыт сыйлады. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан көшбасшысын тағы бір мәселе алаңдатты. Ол адамзаттың ең үлкен экологиялық апаттарының біріне айналған Арал теңізінің аянышты тағдыры еді. 90-шы жылдардың басында су қоймасының 2 бөлікке бөлінгені тарихтан белгілі. Аралға құйылатын су 89%-ке азайды. Әмудария мен Сырдария өзені бойындағы халықтың саны 2,2 есеге артып, суға қажеттілік өсті. Оның үстіне ауыл шаруашылығы бағытында да
шамадан тыс су мөлшері қолданылды. Басқа да кәсіби шешімдердің арқасында біз кіші аралды құтқарып қалдық. Қазақстанның тұңғыш президентінің ерік жігері, табандылығының арқасында дүниежүзілік банктен қажетті ресурстарды жұмылдырғанның арқасында біз кіші аралды сақтап қалдық. Сочли необходимым Біз тақырыпты талқылау барысында Біріккен ұлттар ұйымындағы әлемдік қауымдастықтарға, осы мәселемен айналысатын барлық қорлар мен банктерге біздің мемлекетімізді қолдап, теңіздегі экологиялық залалдың салдарын азайтуға атсалысуға шақырамын. хотя бы уменьшить зло, которое приносит море сейчас людям. Происходит. Әлемде небір өзгерістер болуы мүмкін. Халқым біз жасаған ұлы істеріміздің жемісін көріп, өмірлерін дұрыстап, ақылды, еңбекқор қалпынан таймай, елімізді өркендетсе, парасатты шешім атты деректі фильмнен үзінді болатын. Енді келесі біздің осы тақырыбымызға сай Жанерке мен Ералының дайындаған азын аулақ презентациясына көз жүгіртіп өтсек. Презентация көрініп тұр ғой, көрініп тұр. Тағы да қайырлы күн баршаңызға, құрметті студенттер. Біз жалпы бүгінгі тақырыптың, яғни тәуелсіздіктің 7 қыры және парасатты шешім тақырыбының аясын кеңінен назарларыңызға ұсынатын боламыз. Жанерке, келесі слайдта жабер. Ең біздегі маңызды тақырып ол айтылып жатқан Семей полигоны. Семей полигоны КСРО ядролық сынай полигондарының бірі және аса маңызды стратегиялық объектісі болды. КСРО заманында Қазақстан аумағында атом бомбалары сынақтан өтті. Ол үшін арнайы 18 миллион гектар жер бөлініп, Семей ядролық полигон ашылған болатын. Бастапқысында адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық сынақтар жасалды. Сосын оларды жер астына жасай бастаған. Атом бомбаларының жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті. Семей ядролық полигоны алғашқы жүргізілуі Семей ядролық полигоны жалпы сынақтарының жалпы саны 456 ядролық және термоядролық жарылысты құраған. Олардың 316-сы ашық болды, яғни жер бетіндегі немесе әуе кеңістігінде жасалған. Семей полигонда әуеде және жер бетінде сынақтан өткізілген ядролық зарядтардың жалпы қуаты 1945 жылы Хиросимаға тасталған атом бомбасының қуатынан 2,5 мың есе көп болған. 1949 жылғы 29 тамызда туп-тура таңғы сағат 7-де көз ілеспес жылдамдықпен ұлғайып бара жатқан отты доп кенеттен жер денесіне қадалып, осы шарпып өтіп аспанға көтерілген. Бір сәтте жер қабағының ыстық күлімен есе көкке көтерілген. Жалпы сіздерге осы тақырыпты түсінікті болу үшін Семей полигоны жайлы қысқаша видеоролик көрсететін боламыз. Қыздарымның қайда кеткен құрығы, қыздарымның қайда кеткен бұрымы,
жердің лайланды күні. Қайран елім, қайран жерім, қор болғаны-ай, жомарттығы сұр болғаны-ай. Жарылыстан көз ашпаған далам-ай. Қираттықты ата-баба мазарым, қасиеттің тарттық енді азабын. Қоң етіңді ойып берген заман-ай, заман-ай, заман-ай. Тілегін көрген қайда қазағым. Қайран елім, қайран жерім, қор болғаны-ай, жомарттығы сұр болғаны-ай. Жарылыстан көз ашпаған далам-ай. Неге біздер өшеміз суатан, неге біздер ажыраймыз ұяттан. Туған жерде тоздырған заман-ай, заман-ай, заман-ай. Неге жерге бермейміз біз ұяттан. Қайран елім, қайран жерім, қор болғаны-ай, жомарттығы сұр болғаны-ай. Жарылыстан көз ашпаған далам-ай. Назарларыңызға көп рахмет. Біз қазір әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы видеодан көргеніміздей, Семей ядролық полигондағы сынақтардың жалпы адамдарға, қоршаған ортаға әсері, осы тұңғыш атомдық жарылыстың радиоактивті өнімдері аймақтың барлық елді мекендерін жауып қалған. Көрші қонған әскери объектіде не болып жатқаны туралы титімдей түсінігі жоқ. Жақындағы ауылдардың тұрғындары радиациялық сәуленің сұмдық дозасын алды. Халыққа сынақ туралы ескертілмеген де болатын. Ядролық жарылыстардың туралы халыққа 1953 жылдан бастап жай ғана ескертіле бастаған. Онда адамдар мен малдарды радиоактивті заттардың таралу аймағынан уақытша көшіру, оларды қарабайыр қорғаныс объектілеріне, орларға немесе кепелерге жасыру көзделген. Алайда жарылыстан кейін адамдар радиациядан былғанған жерлерде қайтадан өз үйлеріне оралып отырған. Қорытындылайтын болсам, 1949 жылғы алғашқы жер бетіндегі жарылыстан бастап Семей және Павлодар облыстарының радиациялық сәулеленудің ықпалына ұшыраған басқа аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп келе жатқаны байқалады. Бұларды өкпе және сүт бездерінің рагы және де басқа да қатерлі ісікті патологиялар, жалпы алғанда рак ісігі сынақтар басталғалы бері 3 есеге өскен. Семей полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртүрлі ауытқулар, тәндік және естік кемшіліктері әрқилы сәбилер дүниеге ерекше көп келетін болды. Мамандардың айтуынша, соны бәрі нақ қысқа мерзімді және қалдықты радиацияның кесірінен болатын генетикалық мутациямен байланыстырады. Адамдар ғана емес, жер де азап шегеді. 1989 жылдың ақпанында Семейдегі атом полигонын жабу үшін күресті бастауға ұйғарған Невада Семей қозғалысы Олжас Сүлейменов бастаған болатын. Содан кейін сол жылдың 6 тамызында Семей облысының Қарауылында ядролық қаруды сынауға мораторий жариялану жөнінде шешім қабылданды. Және содан кейін халық барлығы бір-бірін қолдап, Олжас Сүлейменовтің артынан Невада Семей қозғалысын құрған болатын.
келесі Жарайды, ары ары қарай қарай біздің жылжытайық, иә, тақырыпты Жанерке? Арал теңізі жағынан Арал теңізі жағдайын Пірімқұлова Жанерке таныстыратын болады. Иә, сәлеметсіздер ме, құрметті оқытушылар? Жанерке қысқа нұсқа толық тез жарайды ғой. Жалпы ғаламдық проблематика проблемалы ғасырдағы ең өзекті мәселе дәл қазіргі уақытта Арал теңізіне түйткілдеп тұрғандығын білеміз. Бірі білсе, бірі білмес. Арал теңізі су тартылғанға дейін әлем бойынша бір қызығы 4-ші орында тұрған екен, яғни көлемі бойынша. Ал дәл қазіргі уақыттағы Аралдың қалпын яғни презентациядан көруімізге болады. Жалпы Арал теңізі ірі экологиялық апатқа ұшырағанға дейінгі көлемі 1066 километр, тереңдігі 30-60 метр, тұздылығы 10-12% ғана болған. Ал дәл қазіргі уақытта 80%-ға дейін жеткендігін көруімізге болады. Сондай-ақ бұған осыған дейін 50-150 мың балық ауланса, бір кездері балық атаулы мүлдем болмай қалғандығын да көруімізге болады. Арал теңізінің аймағын Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Қазақстан сынды мемлекеттер жан-жағында орналасқандығында, Арал теңізінің дәл қазіргі тартылуының негізгі факторлары да бар екендігінде, оның негізгі себептері ретінде антропогендік факторларды көрсетеді. Яғни Әмудария мен Сырдария бойындағы халықтардың 1960-87 жылдар аралығында күрт өсіп, судың тапшылығының пайда болғандығын көрсететіндігінде. Сондай-ақ өзен бойлары игеріліп, суды ысыраппен пайдалану жүзеге аса бастады. Мәселен, Аралға 1960-65 жылдар арасында 44 мың метр куб су құйылса, ал 1990 жылдан бастап ол бақандай 2 есеге дейін қысқартылып кеткендігінде. Соның кесірінен дәл қазір міне суреттен көргеніміздей, яғни тұздылығы басым қатпарлы жерлердің көптеп кетіп қалғандығында, яғни судың азайғандығын көруімізге болады. Ал дәл қазіргі уақытта бірақта Арал теңізін кіші арал, тұзды арал болып кеткен үлкен аралды қайтару үшін көптеген іс-шаралардың атқарылып жатқандығында, олардың бір қатарына мінекей арналған ғылыми жобаларменен барлығы ұйымдастырылып жатқандығында, олардың қатарына Сібір өзендерін Қазақстанға жіберу, Әмудария мен Сырдария өзендерінің суын реттеу арқылы суды молайту, Арал теңізін жартылай сақтап қалу, Каспий теңізінің суын жасанды канал арқылы алып келу, жерасты суларын пайдалану және де Арал теңізінің өздігінен табиғи реттелуін немесе толысуын күту. Яғни, сондай-ақ жалпы алған уақытта Арал теңізінің осындай үлкен аралы қалпына келтіру үшін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сіңірген еңбегінің орасан зор екендігін атап айтпасқа болмас. Оның осы ғылыми жобаны жасау барысында негізгі жетекші болғандығында білетінімізде. Келесіде Арал теңізі жайлы түсіндірме ретінде кішігірім ғана бейнероликті көрсетіп жіберсем. Жанерке, бейнеролик керек емес, сәл аз уақыт қалып жатыр екен, бізде сұрақтарға көшейік, жарайды ма? Иә, сөйтейік Жанерке. 9 минут уақыт. Керемет презентация үшін Жанерке мен Ералға алғымыз. Ендеше деректі фильмдегі негізгі мәселенің бірі Арал теңізі болып тұр. Ендеше мен бірінші қояйын. Үлкен аралды қалпына келтіру үшін қандай жағдайлар жасалып жатыр қазіргі таңда? Сол жайлы айтатын ойларыңыз болса, әсіресе екінші курстар өз үлестеріңізді қосып отырсаңыздар. Жауап берейік. Үлкен аралды қалпына келтіру үшін қандай жағдайлар жасалып жатыр? Жүзеге асуда. Иә, достар. Қазіргі кезде үлкен арал емес, кіші арал Қазақстанда дәл қазір Қазақстанның аумағына негізі кіші арал кіреді, және де осы кіші аралды сақтау үшін арнайы жоспарлар жүзеге асырылды, яғни Көкарал су қоймасы салған болатын. Көкарал су қоймасын салғаннан кейін